Сәлем достар, бүгін сіздерге Нұрайым деген есімді қыздың басынан өткен оқиғаларды айтып беретін боламын. Мен қазір 23 жастамын. Осыдан көп жыл бұрын мен ол кезде кішкентай болатынмын. Өзімнен үлкен әпкем бар. Үйде тәтем екеуміз жалғыз қалып, бір-бірімізге қарама-қарсы отыра қалып, әкем мен анамның жас кезіндегі суреттерін қарап отырғанбыз. Үйдің бір терезесі сынық еді. Осыдан 2 ай бұрын әжем қайтыс болған. Сол сынық терезеден біреу қарап тұр. Шашы ұзын, мұрны ұзын, тістері де ұзын. Жалмауыз кемпір сияқты маған күліп қарап тұр. Қорыққаннан тәтеме, «Тәте, артыңызға қараңыз, кім?» деп сұрадым. Тәте бұрылып қарап, «Бұл бәлкім әжеміз шығар, жүр сыртқа шығып кетейік» деп мені ертіп шығып кетті. Сыртта ағам тұр екен. Көрген нәрсемізді ағамызға айттық. Ол ашуланғаннан қолына балта алып үйге кірді. Бірақ ол кезде әлгі кемпір жоқ. Содан кейін тәтем екеуміз әртүрлі нәрселерді көретін болдық. Сол күннен кейін көп өтпей үйде ұйықтап жатқанбыз. Бір кезде тәтем айқайлап жіберді. Шошып оянсам, 3 шал баласы ма, немересі ма білмедім. Көз алдымда тұр. Қорыққаннан «Папа» деп айқайладым. Айқайды естіген әкем бірден жетіп келді. Сол кезде әлгі елес тәтемнің құлағынан ұрып жіберді. Өз көзіме өзім себедім. Содан кейін олар бірден жоқ болып кетті. Осыдан кейін жалғыз қалсақ болды, көп нәрсе көретін болдық. Көп өтпей үйді тастап Алматыға көшіп кеттік. Ал ана үйді жабық тастап кеттік. Естуімізше қазір ол жерде жыландар көбейіп кетіпті. Осы менің басымнан өткен оқиға, деп жазды ВК парақшамызға. Бүгінге осы арнаға жазылыңыз, себебі келесі контент бұдан да қызық болады.